беріп алайық. Қане шеңбер құрып тұра қалсаңыздар ортаға. Шеңбер құрып тұра қалайық. Енді бір-бірлеріңізге жақсы рюкзак жасаңыздар. Бастаймыз. Асылжан сабақты беске оқыды. Жақсы. Алихан ата-ананың тыңда, мұғалімнің тыңда сабақты беске бітір. Жақсы. Аяжан сабақты беске бітір. Жамбулат сен күнің ашық болсын. Рахмет. Рахмет. Сен айталы. Ялы. Тыныш. Бүгінгі сабаққа жақсы. Жақсы. Тамаша. Мансұр, бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Тамаша, өте жақсы. Енді балалар тұра беріңіздер. Бұлай қарай тұра қалсаңыздар, бұлай тақтаның қатарына тұра қалсаңыздар. Енді біз өткен тақырыпты шолу жазсақ, өткен тақырыпта өткен сабақта қандай тақырып өткенбіз? Замира. Аяжан өткен тақырыпта Сабақта, өткен сабақта қандай тақырып болды? Көл. Асылжан ол не туралы? Кімнің Шығармасы. Ол Ғабит Мүсіреповтың шығармасы. Тамаша. Енді 1-2 реттік санымен 1-2 деп санап шықсаңыздар. 1-2. 2. Жақсы. Енді жұп сандар алдыға шықса. Жұп сандар. Шыға ғой. Жақсы. Сіздер енді мына жаққа отырсаңыздар, сіздер мына жаққа отырсаңыздар. Бірінші топ мына жаққа. Тақ сандар бірінші топ, жұп сандар екінші топ. Сөмкелеріңізді алып алыңыздар. Жоқ, сөмке тұра берсін. Кітаппен тек қана қалам, дәптерлеріңізді алсаңыздар. Жақсы балалар. Бүгінгі тақырыбымыз тишталар. Жоқ, мұнда сен осы топтасы қойсыз. Мұнда отыр. 105-ші бетті ашсақ, 105-ші бетті ашайық. Бұлақ көрсең көзін аш. Райымбектің бастауы. Бүгінгі сабақтың мақсаты кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтінді дәлелдеп келтіру, тауып, бағалау. Шығарманы ішпей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу болады екен. Ендеше балалар, мен сіздерге сіз бір кітапты ала тұрсаңыз, сіздерге Райымбектің бастауы, Жолдасбай Тұрлыбаевтың әңгімесі. Сіздер тыңдап отырсаңыздар, артынан сұрақтар болады. Райымбек сарбаздары алғашқы күн-ақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп, аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап, кідіріп қалды. Сол араға келгенде көк ойнақ та жерден көк түстеп тұрып, оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей, көкті иіскеп қояды. Райымбекті күтіп келе жатқанында осы еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, бояуы қанық, қою жасыл тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі барып ап-айқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астынан бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жығылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай 3 түрлі найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұқлап қайта тартып алғанда сүңгі
су шықты. Қуанғанынан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен Көкойнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап шөлдеп жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусынын қандырды. Мөлдір сулы бастауы сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Енді балалар сіздерге мынандай тапсырма. Райымбек батыр судың бар екенін, су көзі бар екенін неден аңғарды? Қол көтеріп жауап берсек, неден аңғарды ол судың бар екенін? Иә, Жанболат, тұра ғой. Ол жер қандай болды? Ылғалды болды, тамаша. Өте жақсы, отыра ғой, жақсы. Әңгіме неліктен Райымбек бастауы деп аталады? Қане, Замир айта ғой. Өйткені Райымбек шөл далада су тапты. Дұрыс айтасың, яғни Райымбек батыр шөл далада су тауыпты, сол жерден. Жақсы, енді сіздерге мынандай тапсырма балалар. Осы кесте бойынша жұмыс жасасаңыздар, топпен жұмыс жасайсыздар, жақын отыра ғой, тез-тез белгілейсіздерге, яғни содан кейін барып, қай топ болады, шапалақтап қоя қоямыз. Стоп. Болды па? Тез-тез. Қарап отырамыз, қай топта қай бала жұмыс жасап отырғанын, иә? Содан кейін барып, сіздер қазір екі балаға тамаша. Жақсы, өте жақсы. Енді өздеріңіз қарап отырсыздар ғой, қай топта қай бала қалай жұмыс істеп отыр екенін. Енді алдарыңыздағы қағаздан алып, яғни мына түсіміз өте жақсы, мына түс жақсы дегенді білдіреді. Қолдарыңыз көтеріп, бір-бір баладан бағалайсыздар. Сіз мына жақтан екі баланы, сіздер мына жақтан екі баланы. Иә? Бір-бір бағамен бағалаймыз. Қай балаға бересіздер? Арғы топтан. Асылжанға. Асылжанға. Тұра тұрып, отыра ғой, отырып. Жоқ, көтересіздер, болды, бермейсіздер. Жай, дауыс бересіздер деген. Ал, Ералы сіз? Иә. Сізде Асылжанға, иә? Жақсы, сіздердің тобыңыздан. Мына топтан екі балаға. Бірінші топтан екі балаға. Иә. Кімге бересіз, Мансур? Дауысыңызды? Бағаға. Замираны бағалады. Жақсы, өте жақсы деп. Иә, Асылжан? Ералыға. Ералыны бағалады. Жақсы, тамаша. Яғни, қандай балалар қатысып отыр, өздеріңіз бағаладыңыздар, иә? Енді балалар сіздерге мынандай тапсырма. Бүгінгі күнді жазыңыздар, дәптермен жұмыс жасайық, иә? Енді бүгінгі күнді жазамыз. Мәтіннен сөз бастау деген сөзге қатысты сөз тіркестерді теріп жазыңыздар. Бастау деген сөзге қатысты, иә? Сөз тіркестерді теріп жазамыз.
жазамыз да.